Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайындағы по-деревенски картошка дайындайтын боламыз. Өте керемет, дәмді болып шығады. Иісінің өзі мұрынды жарады. Ең алдымен осылай картошкаларымызды бір келке етіп, ұзыншалап турап алатын боламыз. Және темір тостағымызға салып аламыз. Кішкене 15 минут қайнатып аламыз суда, өйткені ортасы піспей қалуы мүмкін. Сол үшін кішкене суда қайнатып аламыз. 10 минуттың өзі жетеді. Міне үстіне шым-шым тұз саламыз. Және қайнатып алып болғаннан кейін осылай темір тостағымызға салып, және де үстіне шым-шым тұз саламыз дәміне қарай. Және керекті өзімізге ұнайтын осылай қоспа салып аламыз. Жақсылап араластырып противенге салып алатын боламыз. Міне осылай пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Алдымен осылай бір қап тақтап шығып, үстінен осылай укроп сеуіп шығатын боламыз, қуратылған. Және міндетті түрде май құйып шығатын боламыз бетіне. Міне дайын болған картофелдің өте күшті, жұмсақ, әдемі болып шығады. Гарнирге қосып жесеңіздер де, или осылай соуспен жесеңіздер де өте күшті кетеді. Міндетті түрде осы мен жасап көрген рецептпен жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.